Тауарыңыз бөлімшеге келді дегеннен кейін бірден барып алуға асықпаңыз. Яғни біз сіздерге тауарыңыз аман есен бөлімшеге келді деп бірінші хабарлама береміз. Екінші хабарлама сөреге қойылды. Енді тауарыңызды алып кете берсеңіз болады деген хабарлама жібереміз. Ал оны қайдан білесіздер? Міне, менің қазір бөлімшеде 2 тауарым тұр. Осы 2 тауарымды көрсетейін. Кіреміз. Біреуінде сөре деген белгісі бар, ал екіншісінде сөре деген белгісі жоқ. Міндетті түрде сөре деген белгісі бар болатын болса, бұл 100% сіз тауарыңызды филиалдан барып алсаңыз болады деген мағына. Сөреде тұр деген осындай мағына. Ал сөре деген жазылу жоқ болатын болса, ол тауарыңыз әлі сұрыптауда деген мағынаны білдіреді. Қазір сөре деген жоқ тауардың ішіне кіріп көрсетейін. Ол бізде былай көрсетіледі. Міне, Наурызбай ауданы бөлімшесіне жетті, сұрыпталуда деп тұр. Демек, бұл тауар әлі клиентке дайын емес берілуге. Ал екінші, міне, сөре деген белгісі бар тауардың ішіне кірейік. Бұл жерде мынандай хабарлама тұрады. Наурызбай ауданының бөлімшесіне жетті, сөреге қойылды деп мекен-жай, менеджер барлығы номер көрсетіледі. Міне, дәл осылай сөреге келген тауарыңыз, сөреге қойып алуға дайын тауарларыңыздың жанында осы белгі тұрады, сөреде деген белгі тұрады. Осы кезде филиалға барып алып кетулеріңізді сұраймыз. Бұрын біз сіздерден келген тауарлардың әрқайсының ішіне кіріп, мына хабарлама шығуын, осындай хабарлама келсе ғана барыңыздар, көріңіздер деп айтатынбыз. Мұндай сұрыпталуда дегенді тұрған кезде келудің қажеті жоқ, көрудің қажеті жоқ деп айтатынбыз. Мына хабарлама, соңғы хабарлама келген кезде барыңыздар дейтінбіз. Ал бұл хабарламаны сіздер тауардың ішіне кіріп көретін едіңіздер. Ал сіздерге енді біз ыңғайлы болуы үшін, міне, тауардың ішіне кіріп уақыттарыңызды алмау үшін жанына бірден сөре деген белгіні қойдық. Сіз ішіне кіріп әуре болмайсыз. Мен мына тауарым келіпті, мен барып ала берсем болады, ал мына тауарым әлі сөреге қойылмаған деп осы жерден бірден біле аласыздар.